Sushi ғой. Айтыңдар, мен сұраймын. Жігіттер фильмдерде қандай мақсат? Қыдырлы қонақ келер қыдырып, қыдыры артынан шұбырып келер. Қонақ қыдырып келер, қыдыры артынан шұбырып келер. Жақсы, жарайды. Біздің сабағымыз, қазақ әдебиеті сабағымыз дәстүрлі емес түрде өтеді. Яғни далада, таза ауада сұрақтарға жауап беріп, тақырыпты толықтырамыз, иә? Яғни Төлен Әбдік деген кім? Яғни енді кітаптарымызды жабамыз, мен сендерге тапсырма берген деген қайталап келу болатын. Енді кім жылдам деген ойым бойынша сұрақ қоямын, сұраққа жауап беремін. Кім жылдам? Сұраққа тиесіз жауап беру керек, жарай ма? Пьесалары республикалық сахнада қойыла бастады. 2003. Қандай пьесалар? Жылы емес. Қандай? 2004 жылы халықаралық 2004 жылы мемлекеттік сыйлықтың иегері. Еуропалық алтын медальді 2003 жылы алды. Тағы да 2003 жылы халықаралық Кафта атындағы пен клубының қандай сыйлықтардың иегері? Халықаралық Кафта атындағы пен клубының. Қай жылы? 2003 жылы. 2003 жылы және Еуропадағы алтын медаль алған. Жақсы. 2004 жылы мемлекеттік лауреат сыйлықтың егері. Жақсы, жарайсыңдар. Ал енді өткендегі қонақтар деген тақырып. Сендерге берілген мәтіннің үзіндісі бойынша қазір әр мәтіннің не туралы екенін бірінші айтып шығамыз, содан кейін табамыз, иә? Сізді не туралы? Бізде осы кейіпкердің курорттан келатқан балаларын күту туралы. Бізде Бектемірдің отбасы қыстауға дайындық. Бізде университеттің шайышуы. Ал енді әңгіме ретін табайық. Дұрыс рет па? Курорттан келгені қай жері? Басы. Ары қарай? Жалғасы. Сіздікі? Соңы екен, иә? Жақсы. Енді бастаңыздар жігіттер. Басы не туралы? Басында курорттан қайтып бара жатқан өзінің осындай баласының отбасын Ерғабыл деген қарт күтеді. Сөйтіп ол бір күні таңертең тұрып демек киініп алып далаға шығып сол өзінің балаларын күтеді. Сөйтіп балалары немен көрікпен келатып, соны көріп, ол дайындалады. Кіммен бірге күтіп алады балалар? Балаларын өзінің әйелімен. Ары қарай қыздар жалғастырамыз. Ал қыз жыл бұрын үйлер салатын және солай Бектемірдің отбасы қыстауға дайындық жасаған. Содан кейін? Қалай киіз үйлерді жасалғанын айтқан. Бұл әңгіме қай жерде басталған? Бұл әңгіме қай жерде басталған? Бұл әңгіме қай жерде басталған?
ары қарай қыздар кім? Кәусар. Диас. Шай ішіп отырғаны туралы диалогы одан сұрайды. Осы жылы сапажандар неге кешікті, оларды алып қаласың ба, және ерекеңнің ойы. Сосын апай ерекең тағы да шай ішкен кезде көп сөйлемей үнсіз отырады екен. Ал Сапабек? Көп сөйлейді. Не туралы айтты Сапабек? Америкадағы ұлттар теңсіздігі туралы, басқа елдер туралы. Ол Сапабектің сондай көп сөйлегені Ерғабылға ұнады ма? Жоқ, ол оны пайдасыз сөйлейді. Ал Ерғабылдың көңіл күйінің түсу себебі неде болды? Сапабектің ұлттық дәстүрлерді сақтамағаны, әйелі қазақша білмегені, көп нәрсені ете алмайтыны, Көңілі көп сөйлейтіні, жылына бір рет ақ келетіні. Иә, жақсы. Енді Сапабек пен Ерғабылды салыстырайықшы. Екеуінің мінездері, тұрмыс сипаттары қандай екен? Сапабекті қандай деп айтады? Сапабек Ақсары болған, толықтай иә. Және де мінезі қандай екен? Мінезі былай көп сөйлейтін. Көп сөйлейтін. Яғни ол білімді ме, білімсіз бе? Білімді, бірақ та көп сөйлейтін, және де не? Мақтаншақтау екен, иә? Ал Ерғабылдың мінезі қандай? Ол көп сөйлемейтін болған. Сабырлы, иә? Сондай салмақты, қатулы мінезді екен, иә? Тағы да? Ол Сапабектен не қалады? Және де ауылға қайтып келуіне, иә? Жақсы. Сапабек баласын тастап кетті ме? Жоқ. Неге? Ерғабыл Сапабектің баласының қалады ма? Немересін? Қалады, бірақ соңында бара берді. Неге бара берді? Баласы Өйткені Сапабектің қалдырғысы келмей тұрғанын байқады, иә? Ол неге ашуланды? Баласы не? Немересінің бір ауыз қазақша білмейтінін, ауылда орыс мектебі, орыс сыныбы жоқ деп, баласын қалдырғысы келмеген Сапабектің қылығына ашулы. Бұл әңгімеден біз не түйдік? дәстүрлерін, салт-дәстүрлерін, мәдениетін білмегендіктен, біздің қазақ тілін білмегендіктен, ана тілін білмегендіктен, Енді қараңдар, Сапабек білімді, шетел жерде көп жүрген адам, иә? Көп жерлерді көрген адам. Бірақ та оның баласы қазақ тілін білмейді, әйелі қазақ тілін білмейді. Ашуланған себебі де сол болады. Енді қазіргі уақытпен салыстырсақ, қазірде шетелге шығатын азаматтар, шетелде оқитын азаматтар көп, иә? Ал бірақ та олар қазақ тілін жетік меңгерген де, қазақ тілін сөйлей ала ма? Көбісі сөйлей алады, иә? Қазір кезге қарағанда қазақ тілінің дәрежесі қандай? Әлде қайда жоғары екеніне жарайсыңдар. Енді